Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді сытный салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, видеода да көрсеткендей етіп турап шығамыз. Енді келесіде баклажанымызды тураймыз. Қияр, яғни огурцымызды тураймыз. Қызанағымызды тураймыз. Және шампиньонымызды тураймыз. Енді алдын ала қызып тұрған сковородкамызға май құймай қуырамыз, жай отта, орташа отта. Баклажанымызды салып, үстіне соевый соусымызды құйып, және ыстық су құйып жібереміз. Көп құймаймыз. Әсел саламыз, яғни мед, менде сұйық түрі. Шампиньон саламыз. Баклажан мен шампиньонды 3-4 минут осылай бая отта қуырып аламыз. Сосын қияр мен қызанағымызды салатын боламыз. Міне біздің сытный салатымыз дайын болды. Бұны кешкі ас ретінде берсеңіздер де болады. Жанына гарнир қойып, күріш, я болмаса пюре қойып, өте дәмді болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Тарелкамызға салатымызды салған соң, үстіне руккола салдым мен. Сіздер салат жапырағын салсаңыздар да болады. Кез келген салат жапырақтарын түрлерін қолдансаңыздар болады. Кинза да қойға болады. Және ең соңында
кунжут сеуіп оформление жасаймыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоға қатысты пікірлеріңізді комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмашын арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Назарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.